Барлығы Луффиді болашақ қарақшылар патшасы ретінде біледі, бірақ оның өмірінде көптеген құпиялар бар. Тіпті кейбір фактілерді манганы толық оқыған жанкүйерлердің өзі біле бермейді. Бүгін біз Луффи туралы ең қызықты 30 фактіні қарайтын боламыз. Ендеше кеттік. Бірінші факт. Ода бастапқыда Луффиді қазіргісінен әлде қайда қатыгез қылуды жоспарлаған, бірақ кейін оның мінезін көңілді әрі мейірімді етіп өзгерткен. Екінші факт. Луффидің көзі астындағы тыртықты ешкім салған жоқ. Ол өзі кішкентай кезінде Шанксты батылдығын дәлелдеу үшін бетін пышақпен кескен. Үшінші факт. Луффи картаны оқи алмайды. Тіпті қарапайым бағыттарды түсінуде Намиге толық тәуелді. Төртінші факт. Ода айтқандай, егер Луффи шынайы әлемде өмір сүрсе, Бразилиядан болар еді. Бесінші факт. Луффидің сүйікті тағамы ет болғанымен, ол тамақты шайнамай жұтып жібереді. Алтыншы факт. Луффи экипаждағы ең аз ұйықтайтын адамдардың бірі. Күніне шамамен 5 сағат қана ұйықтайды. Жетінші факт. Луффи экипаждағы ешкімді олардың атымен атамайтын кездер болады. Мысалға, Чопперді бұғы, Фрэнкиді робот деп атаған. Сегізінші факт. Ол өтірікті бірден байқамайды. Сол себепті Усоптың көптеген өтіріктеріне сенген. Тоғызыншы факт. Луффидің алғашқы марапаты небәрі 30 миллион белли болған. Қазір ол миллиардтар деңгейіне жетті. Оныншы факт. Ол бірде-бір рет экипаж мүшесін күші үшін қабылдамаған, барлығын мінезі үшін шақырған. 11-ші факт. Луффи әйелдерге қызықпайтын санаулы шонен кейіпкерлердің бірі. Тіпті Боа Хэнкоктың сұлулығы да оған әсер етпеген. 12-ші факт. Луффи Имплдауннан тірі қашып шыққан санаулы адамдардың бірі. 13-ші факт. Ол үш ұлы күштің бәріне қарсы шыққан, Йонкоға да, теңіз флотына да, Шичибукайларға да. Ол жалғыз адам. 14-ші факт. Луффи алғаш рет хаки қолданғанын өзі де байқамаған. Бұл Амазон Лили аркасында орын алған болатын. 15-ші факт. Луффи Рейлиден тек хаки емес, көшбасшылықты да үйренген. 16-ші факт. Маринфорд соғысында 3 адмиралдың алдында тірі қалған жалғыз қарақшы дерлік осы маленький, яғни кішкентай Луффи болды. 17-ші факт. Ақсақал қайтыс болғанда, яғни Белаус өлген уақытта оның соңғы үміті Луффиге ауысқан, яғни ол өзінің үмітін Луффиге сеніп тапсырды. Алайда біз білетініміздей, Эйс те Белаус та бірге сол Маринфорд шайқасында қайтыс болды. 18-ші факт. Луффи Драгонның ұлы екенін өте кеш білді. 19-ші факт. Гарп оған ешқашан арнайы жаттығу жасамаған. Көп нәрсені Луффи өзі үйренген. 20-ші факт. Луффи балық адам аралында 50 мың қарсыласты бір хакимен есінен тандырған. 21-ші факт. Оның жемісі 800 жылдан астам уақыт бойы дүниежүзілік үкіметтің қолына түспеген жемістердің бірі. 22-ші факт. Үкімет Ника жемісінің шынайы атын әдейі жасырған. 23-ші факт. Луффи 5-ші герін ашқанда, оның жүрек соғысы ерекше ырғақпен соға бастайды. Бұл бостандық барабандары деген атауы бар. 24-ші факт. Гараси мүшелері Луффиден, Кайдодан да қатты қорқа болуы мүмкін. Себебі Луффиде Ника күшін оятты. 25-ші факт. Луффи бүкіл әлемді өзгерте алатын Ди кланының бір мүшесі, яғни оның әкесі де, атасы да осы Ди кланының адамдары. 26-ші факт. Михоук Маринфордта Луффидің ең қауіпті қаруы күші емес, адамдарды өз жағына тарталу екенін айтқан. 27-ші факт. Луффидің экипажында болашақ Йонко командирлері ғана емес, болашақ аңыздар жиналған. 28-ші факт. Ол бүкіл оқиға бойынша ешқашан өз арманынан бас тартпаған. 29-ші факт. One Piece аяқталғанда Луффидің марапаты Роджерден де асып кетуі мүмкін деген теориялар бар. 30-ші факт. Луффидің шынайы арманы әлі күнге дейін толық ашылған жоқ. Тіпті экипаж мүшелеріне естігенде таң қалған.
О да бұл құпияны әңгіменің соңына сақтап отыр. Сонымен достар, бүгінгі біздің Луфи туралы 30 факт видеомыз аяқталды. Сенің ойыңша Луфидің шынайы арманы қандай? Пікірге өз ойыңды жаза кет. Хош, сау болыңыздар.